менде мынандай жағдай болып отыр. В общем, былтыр жазда мүшем әлсіреп, әйеліме тұрмай қалады да басқа қыздарға барып көрдім, қалай болады екен деп, ол жақта тұрады, өзім әйеліме тұрмай қалып жүрді. Сонымен сол психологический ма, соны түсінбей қойдым. Былай да көрдім. Сосын урологқа бардым. Осындай сұрақтарды мен жиі естіп жатырмын соңғы кезде. Бұрыннан да бар негізі бұндай сұрақтар. Бұл жерде екі түрлі проблемалар болуы мүмкін. Өзім әйеліме тұрмайды деген сөз, яғни әйелі біріншіден көңілі қалған болуы мүмкін өзінің әйеліне. Әйелімен бір сондай жыныстық қатынас кезінде бір неудача болған болуы мүмкін. Әйелі бір сөз сөйлеп қалған болуы мүмкін. Неге сенікі тұрмайды, неге қатынаста болмаймыз деген сияқты нәрселер айтып қойған болуы мүмкін. Әйеліне екеуі отбасындағы қарым-қатынастың бұзылған салдарынан да болуы мүмкін. Немесе бұл бір эректильді дисфункцияның бастамасы болған болуы мүмкін. Мысалы, әйелі уже 10-15 жыл әйелмен отасқан болса, бұл жігіт мысалы қазір 45 жаста, примерно уже 25 жаста үйленгеннің өзінде, мен 30 жаста үйленгеннің өзінде бір 15 жыл уже әйелімен бірге болды деген сөз. Значит, уже әйелі бұған қызық емес болып кеткен болуы мүмкін. И өзінде тестостерон гормоны төмендеп, бұл жігітте қазір бір жаңа бір эмоция керек болып жатқан болуы мүмкін. Бірақ егер бұл тестостерон гормонының төмендеген салдарынан болған болса, ол басқа әйелге де барып жатқан кездегі тұрып жатқаны да уақытша болады. И бұны көп жігіттер соны түсінбейді да, өзінің әйеліне тұрмай жатыр деп басқа әйелдерге барып жүреді, өзінің алтын уақытын өткізіп алады да. Басқа әйелдерге де бастапқы кезде жаңадан бір жаңа не болғаннан кейін, қызығушылық болғаннан кейін, ол әйел мысалы өзінің әйеліне қарағанда может жыныс қатынаста бірге екеу қатысып жасап жатқаннан кейін бастапқы кезде тұрып жатқан болуы мүмкін. Бірақ егер тестостерон гормоны төмен болған болса, бұл ары қарай түбі ол мүшенің әлсіреуіне алып келеді. Сол үшін бұл кезде диагнозды ертерек анықтаған маңызды. Егер өзінің әйелімен действительно психологический проблема болатын болса, онда біз бұл жерде психологический емдейміз. Көбінесе в основном антидепрессанттармен емдейміз. Сол антидепрессанттар берген кезде көбінесе ол қайтадан орнына келеді, восстанавливаться етіледі. Мүшенің қан тамырлардың жүйесін, давлениесін көтерумен айналысамыз и миында психологиялық проблемаларды алу үшін антидепрессанттар береміз. Ал егер мүшесіндегі проблемалар бұл тестостерон гормонының төмендеген салдарынан болған болса, онда тестостерон гормонын реттеген кезде ол өзінің әйеліне де қайтадан құштарлығы артып, мүшесі қайтадан жұмыс істей бастайды. Бұл жерде маңыздысы диагноз дұрыс қоя білу. Ал тисе таяққа тимесе бұтаққа деп барып кез келген нәрселерді тексеріп көру, ол өте қате. Түсініп, біріншіден ол үлкен күнә. Басқа өзіңіздің әйел бола тұра, басқа болмаса да басқа бір қызға бару, ол үлкен күнә. Дүние бумеранг, ол нәрсе сізге айналып келеді ертең, соны түсіну керек. Сіз өзіңіздің әйеліңізбен қарым-қатынасты одан сайын ары қарай ушықтырып жатсыз. Сол үшін бұл жерде шешім не керісінше әйеліңізбен бұны отырып сөйлесіп түсіндіруге тырысу керексіз. Әйел адамдар бұл жерде осындай проблема болса, күйеуіне көмектесуге тырысу керек. Яғни жыныстық қатынас ол бір адам жасайтын қатынас емес, ол екі жақ бірге қатысу керек. Яғни әйел адамды дрова сияқты, тақтай сияқты жатқан болмайды. И ол еркектердегі сондай, көріңіз, сіздегі мысалы проблеманы ол бірге сізбен сөйлесіп шешуге тырысқан жоқ, ол басқа жақтан жеңіл жолын іздеп кетті да. Бізде өкінішке орай осындай да, проблеманы сізбен отырып, сізге айтып, бірге шешу керек еді. Бірақ біздің жігіттерімізде өкінішке орай олай бірге шешілмеді. Себебі көбінесе бірге шешетін болса ұрысып қалады. Неге сен менен көресің, неге сен өзің бітпейсің, неге өзің сөйтпейсің. Бізден өзімізден басқасын бәрі кінәлі ғой. Сол үшін біз
өзімізден кінәні іздемейміз, басқалардан іздегендіктен бұл проблема көбінесе шешілмейді, и біз оны қалай шешуге тырысамыз? Осылай басқа біреуге барып шешуге тырысамыз. Бірақ ол шешім емес қой негізі. Шешімі сіз әйеліңізге бәріп түсіндіру керек едіңіз ғой. Неге менде осындай жағдай болып жатыр? Или біз тексерілу керек еді ол жігітке, или ол әйелімен қарым-қатынасты жақсартып, әйелі де қатынасқа қосылып, неге күйеуіне көмектесу керек еді. Әйелі күйеуіне көмектеспейді, күйеуі басқа жаққа барып, сыртқа барып, одан сайын проблема туындатады, инфекция жұқтырады, әйелмен қарым-қатынас бұзылады, отбасы ажырауға алып келеді. Ортасында күйеуі не туда, не суда болып, сосын психологический проблема болып, депрессияға түсіп, ертең үйлене алмай, сосын қаншама жігіттер жүр, 50-ге 60-ға келген кезде өкініп, бірінші әйелінде жіберіп қойғанына не үшін жүргенінде де білмейді даже. Сондай қанша уақыттың өтіп кеткенін байқамай қалып, осындай өкініп жатқан жігіттеріміз қанша. И оның артында бұзылған денсаулық, восстанавливаться етпейтін уақыт, и қанша мысалы бала шағасы болса, бала шағасына жасалған қиянат, осылардың бәрі біздегі өкінішке орай просто мәміле, бір-бірімен сөйлесуге алмаудың салдарынан осындай проблемаларға алып келіп жатыр. Сол үшін жігіттерге де, әйелдерге де айтарым, егер сізде отбасында қарым-қатынастарыңда қандай да бір проблема болған болса, бірге отырып сөйлесіп шешуге тырысыңыздар. Сырттан іздеудің қажеті жоқ. Проблема сырттан шешілмейді. Проблеманы сырттағылар ушықтырмаса, ол сізге қатты көмектесе алмайды. Проблеманы екеуіңіз бірге шешуге тырысыңыздар, себебі екеуіңізді бірге қосқан Алла тағала қателеспейді. Екеуіңіз бірге қосылу керек едіңіздер, осы проблеманы екеуіңіз бірге шешіп шығу керек едіңіздер. Видео ұнаған болса, таныстарыңызға, туыстарыңызға, достарыңызға жіберіңіздер. Төменге келесі жолы қандай видео айтқанымызды, қозғағанымызды қалайтын болсаңыздар, соны комментарийға жазып кетіңіздер. Сол видеоларды міндетті түрде қозғауға тырысатын боламыз.